Неге жыламайсың? Дүниеде кісі өлтіруден қазақ бірінші, жезөкшеден қазақ бірінші, суицид өз-өзіне қол жұмсаудан бірінші, кемелатқа толмаған қыздар мен ұл балаларды педофилизмнен зорлаудан қазақ бірінші, кемалаттан асқан әйелдерге жыныстық зорлық-зомбылықтан қазақ бірінші, отбасылық зорлықтан қазақ бірінші, түрмедегі зорлық-зомбылықтан қазақ бірінші, нақақ сотталудан қазақ бірінші. Не деген Құдайдың қарғысы бұл? Не жазып қойдық? Өзі момын қазақ, аузын қайсы десе мұрнын көрсететін қазақ, кісіге зәбірі жоқ қазақ, жүрегін суырып бер десең суырып беретін қазақ. Ертең әкеп берем жүрегіңді, маған беріп тұршы десең кез келген қазақ береді. Осындай ақ көңіл, осындай дарқан, осындай Құдайдың момын құлдары неге осындай сорлы өмір сүруге тиіс? Оның барлығы айналып келгенде жаңағы бізді нұрландырып, бізді жаңағы көмпістік үйретіп, иіс алмастық үйретіп, шүкір, шүкір, тәуба, тәуба, намазыңды оқи бер, басқаға басыңды қатырма дейтіндерден. Солардың кесірінен ана өздері жаңа шылқы бай, өздері ақын, өздері мансапты, өздері депутат, өздері министр, өздері имам болды, қоғамның жоғарғы табы, жоғарғы класы болып алды, үстем табы, жаңа езуші тап болып алды. Енді мына былайғы қарапайым қазақ жүнжеп жабағыт шама, арқет арша, борбай еті борша болама, қақысы жоқ олардың. Имамының да қақысы жоқ, ақын жазушының да қақысы жоқ, депутатыңның да қақысы жоқ. Қара қазақ, қара халық, айналайын өз қамыңды өзің жейтін кезің келді. Неге? Неге бүкіл қазақ қоғамында жезөкшелік пен зинақорлықты дәріптейді? Қазақ соған алданып тоссын дейді. Кім әділетсіздікке, кім парамен баласын бағады, кім хараммен отбасын асырайды, кім жезөкшеге барады, кім зина жасайды. Ол қоғам, ол жерге Құдайдың рақымы түспейді. Сосын халықты әкеп көмпістікке тәрбиелейді, иіс алмастыққа тәрбиелейді, намыссыздыққа, ездікке тәрбиелейді, оны сабыр деп үйретеді. Құдайдың заңы олай емес. Құдайдың заңы бізге әділетсіздікті көргенде ақиқатын айт дейді. Ал әділет үшін, ақиқат үшін күреспеген қауым ешқашан бақытты болуға лайық емес. Құдай оған ешқашан бақытты өмір бермейді. Бұл дүниеде де, ол дүниеде де. Кім ақиқат үшін күреспесе, кім шындық үшін күреспесе, ол екі дүниеде де сорлайды. Бұл дүниеде де бақытсыз болады, ол дүниеде де бақытсыз болады. Жарайды, сөзімізді басқа әңгімеге бұрайық. Мынау ісіп кетті. Ой, сіздерге көрініп тұрм ба өзі? Көрініп тұрм ба? Дауысым естіліп тұрма? Мына жел соқсын деп біраз есікті ашып қойдым. Түннің бір уағы. Жаңа Лондон трибунасы туралы айтайық. Әңгімемізге қайтайын алып келейік. Айыпқа бұйырмаңыздар, шабыттанып, кәдімгідей бір көкірегім кеңіп, ішімнен бір шерімді босатып, енді сыртта жүрмін ғой мен. Мен сол қазақтың Ұлан-Байтақ даласынан маған былайша айтқанда сыйғызбады ғой, қалың бәлеқор, жалақор сыйғызбады ғой. Сыйғызбады. Болмаса маған Америка, Еуропа таңсық емес еді ғой. Қалтамызда ақшамыздың қалың кезінде келіп, мұрнымызды шүйіріп жақтырмай кеткен жеріміз болатын. Сыйғызбады ғой бізді. Айыпқа бұйырмаңыздар, бір жұтым су ішейік. Көріп отырсыздар ма өзді? Бәрі жақсы естіліп көрініп тұрды. Ой, Алла разы болсын. 1207 қазақ көріп отырсыздар. Бәрекелді. 1207 қазақ, 1200 досыңызға, туысыңызға, құдаңызға, қайын жұратыңызға бәріне таратып жіберсеңіздер. Астындағы подписация дегенді басып, бір тіркеліп тастаңыздар. Мен шөлдеп кеттім, ызаланып. Айыпқа бұйырмаңыздар. Адам ашуланған ішінен от шығады ғой. От. Енді ол оттан жаралған қауым түртетін шығар, содан денең қызады, ашуланасың, сумен басамыз да. Ал жіберейік енді.
1189 қазақ. Ал жарайды. Бисмилля рахман рахым. Әңгімемізді бастайық, есікті жабайық. Егер естіп тұрса, кете бердік міне. Ендеше Лондон трибунасына келейік. Лондон трибунасына қатыспаған ең басты бір себебіміз, біз Қытайдан жер сұрамаймыз. Біз қазақпыз. Бізге Қытайдың территория тұтастығына құрмет етеміз. Бұл бір себебі, біз Қазақстан азаматымыз. Қазақстан Қытаймен келісімшартқа отырған, территория тұтастығына құрмет ету, экстремизмге, терроризмге, сепаратизмге ортақ қарсы тұрамыз. Сенің еліңді бөлшектейтін жау маған келсе, мен қайтарып берем. Менің елімді бөлшектейтін ішкі жау саған барса, сен қайтарып бересің деп қол қойған. Қазақстан дейтін мемлекетте ата жұрттың бәленбай мүшесі отыр. Бізде әлі Қазақстанның азаматымын. Мен осы күнге дейін Қазақстанның азаматымын. Енді не істейді? Ал біз Қытайда қазақ Оспан Батырдан кейін, Оспан Батыр шахид болып, Қытайлар тарапынан құрбандыққа шалынғаннан кейін қазақ көтерілді ма? Жоқ. Қарулы көтеріліс болды ма? Жоқ. Алтай, Іле, Тарбағатай көтерілді кезінде. Бірақ Оспан Батыр шахид болғаннан кейін қазақ қойды. 62 жылы Қазақстанға 1 миллион қазақ келді. Отбасының өзі 200 мың отбасы көшті дейді. Ол санақты орыстың КГБ-сі да жасырып отыр, Қытайдың КГБ-сі да жасырып отыр, білмейді ешкім. Мына бүкіл шығысыңды, бүкіл мына Алматы облысыңды, ана керек десең Шымкентіңнің біразын сол кезде 62 жылы көшіп келген қазақтар толтырып отыр. Күні кеше қайтыс болған анау Жаркен Бөдеш ақын, Қабдеш Жұмаділ жазушы, сол кісілердің барлығы сол Қытайдан келген кісілер. Дәл қазірдің өзінде 62 жылы сол айыпқа бермаңыздар, жаңа шай ғой. 62 жылы келген қазақтың үрім бұтағымен өзі қазақтардың саны 4-5 миллион болып отыр. Соның бәрінің Қытайда туысы бар, аға бауыр бар, құда жекжаты бар. Ал біз өз жердегі 3 миллион қазақ, мүмкін 5 миллион қазақ, бізге олардың тірі қалғаны керек. Бізге оны Қытай неше түрлі сылтаумен оны соттап, түрмеде шірітіп, бауыр бүйрегін сатып, сепаратистсің деп, Қытайды бөлшектемекші болдың деп, жоқ жерден жала жауып, оны қор қылғаны керек емес. Бізге ол жердің қазағының тірі қалғаны керек. Ол Қытай Халық Республикасының азаматы, оны Біріккен Ұлттар Ұйымы мойындаған жер, оны Америка мойындаған жер, оны Қазақстан мойындап, сенің жерің деген жер, оны шекараға қазық қаққан жер, оны орыс мойындаған жер, Біріккен Ұлттар Ұйымы мойындаған жер, Еуропарламент мойындаған жер. Біз енді оған барып, сен жерің таласамыз, Алтай менің жерім еді, Тарбағатай менің жерім еді, Алтай қасиет деді, Іле менің жер жаннат жетісуымның бір пұшпағы еді деп біз таласпаймыз, таласа да алмаймыз, оған шамамыз да жетпейді. Жұмыртқаны тас құрсаң да жұмыртқа сынады, тасты жұмыртқа құрсаң да жұмыртқа сынады. Біздің ол жерде қазақты тірі сақтап қалу, ұлт ретінде, адам ретінде, биологиялық адам ретінде тірі сақтап қалу біз үшін бірінші кезекте. Егер ол жерде қазақ болмаса, біздің неміз бар?